Сәлем достар, сіздермен бірге Әлден Гаухар қазақтың ұлттық тағамы болып табылатын ет асудың өзімнің әдісімен бөлісетін боламын. Қазақ тіліндегі YouTube каналымды қолдап, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен салқын суға еттерімізді саламыз. Етіміз қайнағанда бетіндегі көбігін алып, баяу отта пісіретін боламыз. Одан соң қайнағаннан кейін татымына қарай тұзын саламыз. Енді қамырына бір жұмыртқаны салып, сорпасына тұзды салып, жақсылап тұрып илейтін боламын. Қамыры жақсы иленсе, демек өте оңай әрі жақсы жайылатын болады қамырымыз. Жақсылап тұрып иінін келтіруіміз керек. Сонда қамырымыз да өте әдемі болып шығады. Илеп болғаннан соң қамырымызды 20 минутқа тындыруға қалдырамыз. Сонда қамырымыз өте әдемі болады. Мінекей, илеп қойдық. Енді 20 минутқа қалдырамыз. Оған дейін біз жуамызды ашып, яғни пиязымызды тұздыққа дайындаймыз. Енді жуаны өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша біз отбасымызбен жуанымыздың тұздығымыздың мол болғанын жақсы көреміз. Сондықтан мен үлкен 2 жуан алып турадым. Одан кейін сорпаның бетіне майлары шығып әдемі болып пісіп жатыр екен. Осы майларды алып тұздықтың бетіне құйдым. Тұздыққа кішкене тұз, бұрыш қосасыздар. Осылайша иленген қамырымызды әдемілеп тұрып жаятын боламыз. Тестамызды, қамырымызды оқтаумен орап, екі шетіне салмақ түсірмей, осылайша дәл видеодағыдай жаюымыз қажет. Айналдыра отырып, сонда қамырымыз біркелкі әдемі болып жайылатын болады. Енді қайнап тұрған сорпамызға қамырымызды аз-аздан сала отырып, араластырып, бір қайнатып сүзіп алатын боламыз. Мінекей қамырымыз әдемі езілмей дара-дара болып түсті. Енді осы қамырдың үстіне тұздығымызды құятын боламыз. Арасын майлап. Мінекей, бүгінгі етіміз дайын, астарыңыз дәмді болсын.